Саламатсыздар ма? Құрметті Қазақ ұлттық университетінің студенттері және Қазақ ұлттық университетінің басқарма төрағасы Гүлмира Қанай және Қазақ ұлттық қыздар университетінің педагогикалық университетінің директорлық кеңесінің төрағасы Омархан Нұртайұлы ағамыз. Жалпы конференцияға қатысушы абыз ақсақалдар деп айтсам болады. Неге абыз ақсақалдар деп айтамыз? Өйткені кезінде Бауыржан Момышев атамыздың айтқан сөзі бар еді. Мен қарттарды төртке бөлемін деп. Біріншісі, отбасы ошақ қасынан шықпайтын қарттарды шал деп айтам, өз әулетіне ие болатын қарттарды қария деп айтам, бір ауылға ие болатын ақсақалдарды қарттарды ақсақал деп айтам, ал бір елдің жоғын жоқтап дауын шешетін азаматтарды абыз деп айтам деген. Сондықтан да бұл жерде отырған бағанан бері үлкен абыздарымыздың еңбектерін өзіміздің бағалап отырмыз. Жалпы менің тақырыбым енді орта ғасырлық көшпелілерде хан сайлау дәстүрі деген тақырыпты алып келгем. Бірақ енді конференцияның ұзақтығына байланысты қысқартуымызға тура келіп тұр. Бір-екі эпизодтарын ғана айтсам деп отырмын. Жалпы хан деген нәрсе біздің өзінің қоғамымызда үлкен мәселені алады. Бағана Шыңғыс ханнан бастап бүгінгі таңда қазақ хан, соңғы ханы Кенесарыға дейін қанша хан бар деп айтатын болса, бүгінгі таңда оны санайтын студенттер де, керек десеңіз қоғам қайраткерлері де өте аз. Себеп хандар туралы кітап жоқ. Бір ғана қазақ хандығы сонау Керей мен Жәнібектен бастап бүгінгі күнге дейін теретін болса 40-тан астам хан бар. Ал анау Жошыдан бастап Керейге дейінгі хандарды алатын болсаңыз 41-ден астам хандардың тізімі бар. Бірақ өкінішке орай бірде-бір хан туралы нақты кітап жоқ. Қазақ хандығының 550 жылдығы туралы кітап болды. Атап өтті президентіміз. Ол президентіміз енді атағаннан айтпайды ғой, сендер жеке-жеке хандар туралы жазыңдар деп. Бірақ сонда тарихшыларда қоғам қайраткерлері түсіну керек еді. Бірақ біз ол туралы атадық, бірақ той тойладық, бірақ бірде-бір кітап шығармадық. Енді Жошы ұлысының 800 жылдығына байланысты тағы да атадық президентіміз, қыруар қаржы бөлді, бірақ Алтын Орда туралы тағы да бізде хандар туралы кітап жоқ. Нәтижесінде бірақ бізде конференцияда бар, бірақ нәтижесінде үлкен кітаптардың жоқтығы осыдан көрінеді. Бірақ неге жоқ деген сұрақ туады. Хандар туралы неге кітап жоқ, неге билік туралы кітап жоқ? Оған дәлел кеңестік кезеңдегі 70 жыл бойы біздің тарихи деректердің түп нұсқасынан жойылуы. Яғни тарихи дерек жоқ жерде, хан туралы тарихи дерек жоқ жерде билік туралы айту өте қиын. Сондықтан да Ораз Зәріпбай атамыздың бүгінгі жасап отырған мына еңбегін мен ерлікке бағалар едім. Себебі бұл кісі 60-тан астам қазақ тарихында жоғалып кеткен деректерді түп нұсқадан қазақ тарихына аудару және соны аударуға қаржылай көмек беру. Аударған кезінде қасында ағамыз деп бағана звондаған кезде жүрегім бір көтеріліп қалды деп звондап жағдайын сұрау. Осы кітаптың ашылуына келіп демеушілікте отырған азаматтардың барлығы болашақ қазақ тарихын жазуға өзінің үлкен үлестерін қосып отыр. Себебі осы тарихи деректердің негізінде ғана біз қазақ хандығына, Алтын Орда хандарына байланысты билік және билеуші мәселесін үлкен қылып жаса аламыз. Мен тек қана сіздерге екі эпизодты ғана келтірейін. Берекет Кәрібаев деген біздің ғалым академик ағамыз бар. Академик ағамыз қазақ халқындағы билікті, орта ғасырлық билікті мұраланудың екі түрі бар деп айтады. Біреуі түркілік, екіншісі моңғолдық деп айтады. Яғни түркілік дегеніміз не дейді? Түркілік билік дегеніміз, яғни билік әкеден, ағадан ініге беріле береді. Ал моңғолдық дегеніміз, ол бағанағыдай тек қана әкеден тікелей ініге берілетін деп айтады. Мен соны кейін ойлап қарайтын болсақ, неге бұл осындай деп бір ой келеді ғой тарихшы болғаннан кейін. Зерттей келем. Алтай Оразбаева деген біздің Астанада жақсы ғалым кісіміз бар. Сол кісінің айтқан жүйесінде жалпы қазақтың басқарудың екі түрі болған дейді. Біріншісі бағанағыдай иерархиялық басқару жүйесі, екінші демократиялық басқару жүйесі. Моңғолдық жүйеде бағанағыдай иерархиялық басқару жүйесі болғанда, ал қазақтың жалпы түркілік дәуірден қалыптасқан жүйеміз біздің демократиялық жүйеміз. Біз осы демократия деген сөзді осы тәуелсіздік алғаннан кейін ғана естідік деп ойласақ, жалпы біздің басқару жүйеміздің өзі демократиялық екен. Оған дәлел. Кезінде моңғолдық жүйеде қалай? Бірінші кезекте моңғолдық жүйеде әкімшілік басқару, яғни Шыңғыс ұрпақтары, одан кейін барып әскер басшылары, одан кейін әкімшілік халық болатын болса, ал керісінше қазақтық, яғни түркілік басқару жүйесінде бірінші құрылтай, одан кейін рубасылары, одан кейін керісінше жоғарғы билік екен. Оған дәлел ретінде соңғы рет кімге қалмақтарға барған кезде біздің Қазыбек би атамыздың айтқан сөзі бар. Біз қазақ деген мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз, елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп найзаға үкі таққан елміз, ешбір дұшпан басынбаған елміз, басымыздан сөз асырмаған елміз, достықты сақтай білген елміз, дәм тұзды ақтай білген елміз,
асқақтаған хан болса, хан ордасын да таптай білген елміз деп демократияның нағыз үлгісін 18 ғасырда шегелеп тұрып қойып кеткен. Яғни бұл жүйенің бастауы анау кезіндегі сақ ғұн дәуірінен бастап соңғы Кенесарыға дейін билік халықтың қолында, халық рубасыларға сенеді, рубасылар жүзбасыларына сенеді, жүзбасылар барып ханды сайлайды, хан дұрыс болса ғана хан болады, хан дұрыс болмаған кезде кәдімгідей орнынан алып тастайтындай дәрежеге жеткізгендігін көріп отырмыз. Сондықтан да біздің хандар хандық сайлау барысында мен Тәңірдің қалауымен, халықтың қолдауымен хан болдым. Елімді әділеттікпен басқарамын, халқымды қорғаймын, дұшпанға бермеймін, заңды бұзбаймын, әділетсіздік жасамаймын. Егер осы антымнан тайсам, Тәңір мен халық мені кешірмесін деп ант берген. Бүгінгі таңда біздегі дәріптейтін нәрсе көп. Қазақ батыр болған, қазақ батыр болған, қазақ ақын болған, қазақ әнші болған деп айтамыз. Бірақ шындап келген кезде қазақ әділ болған, қазақтан әділ басшы шыққан, қазақтың басшылары керемет болған деген сияқты эпизодтар қалып қалған. Сондықтан да біз сияқты жас тарихшылардың негізгі бағыттары, және осы жерде отырған жас тарихшылардың негізгі бағыттары билік жүйесіне байланысты, хандық жүйесіне байланысты, орта ғасырлық жүйеге байланысты көптеген жұмыстар жасау керек. Бағана ағамыз керемет айтты, мен кітапты 3 рет оқыдым дейді. Енді бұл бізге вызов деп айтсақ болады. Біз сияқты жастар 5 рет оқуымыз керек, негізі 7 рет оқуымыз керек. Себебі бұл кітаптың түп мағынасын, бағанандай Еділ ағамыз жақсы айтты, түп мағынасын түсінген кезде ғана біз ары қарай болашақ тарихқа ғана қол жұмыс жасайтын боламыз. Әйтпесе біздің тарихтан тұнып жатқан өте керемет дүние, енді қолға алып келе жатқан дүние, істелетін жұмыс өте көп. Сондықтан мен Зәріпбай атамызға кездескен кезде айтқанмын, мен сізге бір-екі маған шарттар қойды. Атамыздың өзі куә. Атам айттым, сіздің қандай шарттарыңыз болса да орындауға дайынмын. Бірақ сізден бір талап ететін нәрсем бар. Сіз мына білетін Шағатай, парсы тілдерін бізге үйретіп кетіңіз, артыңыздан шәкірт қалдырып кетіңіз. Өйткені сіз кететін болса, бұл деректерді кім оқиды деген қолқа салғам. Осы жаздан бастап Алла қаласа мынау университетіміз қолдап жатса мүмкін Казгумен келісеміз ба, атамыздың осы бастамасын қолға алып, бір топ жастар болып Шағатай тілін үйреніп қалайық. Сол кезде ғана біз орта ғасырлық деректерді шыңға шығарамыз. Дерек шыққан жерде тарих шығады. Бағана Қайсы ағамыз айтты, ғылыми техникалық революция даму үшін ұлттық құндылық революция даму керек, ал оның барлығы даму осындай тарихи кітаптардың негізінде ғана болады. Баршаларыңызға рахмет. Көп рахмет.